Батыр полицейлердің ерлігі елеусіз қалған жоқ. Маңғыстау облысында қиын жағдайда адам құтқарып, көзсіз ерлікке барған ішкі істер қызметкерлері арнайы марапаттарға ие болды. Бұл жиын республикалық қазіргі заман қаһарман шарасы аясында өтіп отыр. Айта кету керек, ерлік жасауда осы аймақтың полицейлері көш бастап тұр. Былтыр тәртіп сақшыларының көмегімен 50-ден астам адам құтқарылған. Аймақтың 8 бірдей тәртіп сақшысы ішкі істер министрлігінің құрмет қағазы мен қаржылай сыйлығына ие болды. Солардың бірі бүтін бір отбасын ажалдан арашалап қалған Ақтау қалалық жол патрульдік қызметінің инспекторы Нұрболат Көшкімбаев. Жас полицей кезекті рейд кезінде отқа оранған пәтерді байқап қалып, өрт сөндіру қызметіне хабар береді. Алайда шырылдаған бала мен көмек сұраған ананың дауысын естіген кезде шыдай алмадым дейді Нұрболат. Ол өрт сөндірушілерді күтпей-ақ жанып жатқан үйдің терезесін сындырып, іштегілерді сыртқа алып шыққан. Осындай тек жағдайларда барлық полиция қызметкерлеріне өздерінің міндеттерін адал атқаруына тілектеспін. Және де осы іс-әрекетімді ерлік деп санамаймын, өзімнің міндетім, борышым отанға деген халықтың алдына адал қызметім өзімнің. Ал 24 жастағы Ян Садыкин осы көктемде қаскөйдің құрбанына айнала жаздаған бір әйелді құтқарып қалған. Ол жарақат алғанына қарамастан қылмыскерді ұстап, ішкі істер департаментіне тапсырды. Тағы бірде жас полицейдің арқасында кішкентай бүлдіршін аман қалыпты. Әткеншектен құлап есінен танған қызды ол ауруханаға мезетінде жеткізіп үлгерген. Во время езды, кішкентай қыз өліп қалама деп қатты қорықтым. Дереу қызметтік көлігіммен облыстық ауруханаға апарып, дәрігерлерге тапсырдым. Операция жасалды. Дәрігерлер баланың өміріне төнген қауіп сейілді деген соң барып, көңілім орнына түсті. Анасы әрине алғысын айтып жатыр, бірақ мен оған емес, баланың аман қалғанына қуандым. Горжусь тем, что у меня такой сын. Осындай ұлымның барын мақтан тұтамын. Расын айтсам, мен оның полицей болуына бастапқыда қарсы болдым. Себебі өзімде сол жолдан өткенмін. Ішкі істер саласында ұзақ жылдар бойы қызмет атқардым. Бұл қызметтің қиындығын жақсы білемін. Әкем де полиция қызметінде еңбек етті. Енді міне баламыз ел тыныштығын күзетіп, әулетіміздің абыройын асқақтатып жүр. Традиция продлится и дальше. Полиция қызметкерлері күн сайын бастарын қатерге тегеді. Соңғы жылдары елімізде ішкі істер саласының 701 қызметкері қызмет барысында қаза тапқан. Оның 8-і маңғыстаулық полицей. Олар кеуделерін оққа төсеп өз қызметтеріне деген адалдықтың үлгісін көрсетті. Осындай батыр ұлдар бар қоғамның ертеңі де өміршең екені сөзсіз. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Ақтаудан.